Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мен және табиғат. Ғ дыбысы мен әрпі. Сен бүгінгі сабақта Ғ әріпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Сөздің буыннан тұратынын түсінесің және сөздегі буын санын анықтайсың. Және Ғ әрпін көркем жазуға үйренесің. Балалар, назарымызды мына суретке аударайықшы. Суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, ғарыш әлемін. Ал ғарышқа ұшатын адамды кім дейді? Әрине, ғарышкер дейді. Ең алғаш ғарышқа 1961 жылы орыс азаматы Юрий Гагарин ұшқан. 1991 жылы ғарышқа қазақ азаматы Тоқтар Әубәкіров ұшты. Кейін Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов ағаларымызда ғарышқа сапар шекті. Балалар, ғарыш, ғарышкер сөздері қай дыбыстан басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар, Ғ дыбысынан басталып тұр. Бәріміз бірге Ғ дыбысын айтып көрейікші. Ғ, Ғ, Ғ. Ал енді балалар, мына берілген сөздерді оқи отырып, Ғ дыбысының сөздің қай бөлігіне кездескеніне назар аударайық. Сызғыш, тоғыз, ғасыр, қарлығаш, жаңғақ, шағала. Ал балалар, Ғ дыбысы сөздің қай бөліктерінде кездесті? Дұрыс айтасыңдар, басында кездесті және ортасында кездеседі екен. Ал балалар, мынау Ғ дыбысының бас әріпі. Ал мынау Ғ дыбысының кіші әріпі. Ал балалар, оқулығымыздағы сөздерді буынға бөліп бірге оқып көрейік. Таға. Таға сөзінде неше буын бар? Дұрыс айтасыңдар, 2 буын бар. Ал Ғ дыбысы сөздің қай бөлігінде кездесті? Ортасында кездесті. Тамаша. Ғалам. Ғ дыбысы сөздің басында кездесіп тұр екен. Ал осы сөзді буынға бөліп көрейік. Ғалам. Дұрыс айтасыңдар, 2 буын бар. Ғасыр. Сөзде неше буын бар екен? 2 буын бар екен. Тамаша. Ғарыш. Неше буын бар екен сөзде? 2 буын. Сағат. Әрине, 2 буын. Ғылым. 2 буыннан тұрады екен бұл сөзде. Мәтінді балалар мұқият тыңдайық. Талғат аға ғарышқа ұшты. Ол ғарышкер. Ғарышкер ғарыштан оралды. Оны ғалым, Ғайша, қанағат қарсы алды. Тамаша, мәтінді мұқият тыңдадық ау деймін. Енді балалар, осы мәтінде кездескен адам аттарын атайықшы. Талғат, Ғайша, ғалым, қанағат. Дұрыс таптыңдар балалар. Ғ дыбысы балалар сөздің ортасында да және басында да кездеседі екен. Балалар, сендер ойын ойнағанды жақсы көресіңдер ме? Онда буынға буын қос ойынын ойнайық. Балалар, ойынның тәртібі былай. Бала бірінші буынға екінші буынды тауып қосып, суретпен сәйкестендіреміз. Сендерге орындауға аз ғана уақыт берейін.
Жарайсыңдар, балалар. Болдық. Онда тексерейік. Қандай сөздер шықты екен? Балға сөзі шықты. Тамаша, жарайсыңдар. Ары қарай таға. Тамаша. Торғай. Өте жақсы. Ағаш. Тамаша. Сағат. Өте жақсы. Балалар, сендер бүгін берілген тапсырмалардың бәрін өте жақсы орындап отырсыңдар. Ал енді балалар, біз ғ дыбысымен таныстық, оны ажырата білдік. Ал енді ғ дыбысының көркем жазылуына көңіл бөлейік. Ғ әрпін жазуды үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. Ғ әрпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай түзу сызып, жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, солға қарай доға жасаймыз. Алғашқы түзудің сол жағын ала, оңнан солға қарай доға жасап, үлкен жол ортасында оңға қарай түзу тартып, қалпақ кигіземіз. Жазу жолының үстіңгі сызығын бастыра, солдан оңға қарай белбеу жасаймыз. Ғ әрпінің кіші әрпі. Жазу жолының ортасына қаламыңды қой. Оңға тарта жолдың үстіңгі сызығына тигізе доға сызықты иіп, көлбеу түзу жүргіземіз. Астыңғы сызыққа тигізе доға сызып, ілгек жасаймыз. Жазу жолының ортасында көлбеу сызықты қия, солдан оңға қарай белбеу жасаймыз. Үйде оқулықтың 78-ші бетіндегі жаңылтпасты жаңылмай айтып келіңдер. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Ұнаса, сабақты өз түсінгендеріңді бағдаршам әдісі арқылы дөңгелектердің қызыл, сары, жасыл түсін таңдау арқылы өздеріңді бағалап жіберіңдер. Сауат ашу сабағымыз аяқталды.